сабағымызға сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Олай болса, сабағымыздың тақырыбы қызыл кітап. Оқу мақсаты. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау. Қосымша ақпараттан мәлімет ала білу. Берілген сұрақтарды түсініп, лайықты жауап беріп, диалогқа қатысу. Жаңа сөздер. Сирек, редко. Тіркелген, зарегистрированный. Ерте заманда, давние времена. Қорғау, защищать. Одақ, союз. Өсімдіктер, растение. Деректер, данные. Жойылып кету, исчезнуть. Қызыл кітап халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабы халықаралық дәрежедегі құжат. Қызыл кітапқа сирек кездесетін, жылдан жылға азайып, не жойылып бара жатқан. Сондықтан да айрықша қорғауды қажет ететін жануарлар мен өсімдіктердің түрлері тіркеледі. Жануарларды халықаралық дәрежеде қорғау мәселесі 20 ғасырдың бас кезінде қолға алынды. 1902 жылы Париж қаласында алғаш рет құстарды қорғаудың халықаралық конференциясына қол қойылды. 1948 жылы ЮНЕСКО-ның жанындағы халықаралық табиғат қорғау одағы ұйымдастырылды. Халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабы 1966 жылы тұңғыш рет 2 том болып шықты. Қызыл кітап табиғат қорғаудың негізгі іргетасы, экологиялық білім мен тәрбие берудің қайнар көзі болып саналады. Қызыл кітап деп неге аталады? Қызыл түс қауіп қатер жайында белгі беретін түс. Қызыл кітапқа енгізілген деген сөз ақырын, абайла, тиіспе, қорға деген мағынаны білдіреді. Қызыл кітап жануарлар мен өсімдіктердің қай түріне қауіп төнгені туралы ақпарат береді. Жануарлар мен өсімдіктердің сирек түрлерімен танысуға шақырады. Жануарлар мен өсімдіктерге төнген қауіпті ескертеді. Жануарлар мен өсімдіктердің сирек түрлерін сақтауға кеңес береді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз сәтті аяқталды. Барлық оқушыларға тапсырманы тиянақты, белсенді, өте жоғары дәрежеде орындағандарыңыз үшін рахмет. Жарайсыздар балалар, сау болыңыздар.